Баян Мақсатқызы трагедиясынан соң тұңғыш біздің арнаға сұхбат берді. Тән мен жан жарасын емдеуге кеткен уақыт көштен қалдырғанына ызаланған продюсер қос-қостап картина таспалап кенде қалған жобаларының жұмысын безетте алға ілгерілетпек. Мәселен, таяуда Махаббат бекетінің жалғасына куә боламыз. Баян ханым өзіне бақытты билет сыйлаған картинаны 10 жылдан астам уақыт көрмеген. Бүгін олқылықтың орнын толтырып өміршең фильмге ықылас ауғандармен қайта тамашалауға арнайы келді. Негізі кәсіби емес актерлар тоғысып, пәк махаббатты шынайы көрсете алғандығымыздан болар. Ғұмыры ұзақ болды. Шіліңгір шілдеде қақаған аязды түсірдік. Қалың киіммен жан-жақтан жарық қаумалағанда ыстыққа шыдай алмай жылап жібергенім бар. Қарашада Қапшағайдың көліне түсіп асыр салдық. Суықтан сұлап түспесін деп бізге аздап шарап та ұрттатты. Бұл фильмге түспей деп байбалам салған сәттерім көп болды. Продюсер 90-шы жылдардағы жастардың махаббат символына айналған романтикалық кино жалғасын табуы тиіс деген байламға келген. Енді Баян ханым қыс бойы сценарий түсіп, көктем шыға әзірлікке кірісіп, ала жаздай картинаны таспалауға ниетті. Қуанышбекпен де Бөпешпен де әлі сөйлесіп ұсыныс білдірген жоқпын. Дегенмен ескі достығымыздың арқасында келісімін алатыныма сенімдімін. Біз үшеуміз де картинада бой көрсетеміз. Жаңа кейіпкерлер де қосылады. 4 айға жалғасқан бас қайғысы талай тірліктің тоқырауына сеп болғанын мойындайды. Сондықтан жобаларының шығармашылығын біріздендіріп, қазақ аруы сұлулық сайысында телекикаяға айналдырмақ. Актерлық құрам жасақтал, бас рөлге Тәуекел Мүсілім бекітілгенімен іріктеу әлі де жалғасып жатыр. Себебі Баян Мақсатқызы тағы бір жұлдызды жағуға ниетті. Мені де кезінде Махаббат бекетіне түскенде ешкім танымайтын. Сол себепті жаңа бет-бейне іздестіріп жатырмыз. Негізі қазақ аруына қатысуды көздеп, тарихты оқып, қазақ тілі мен салт-дәстүрін меңгеріп жатқан бойжеткендер көп. Бүгінгі жастарды тәрбиелеудің ұтымды бір құралы дер едім. Баян Мақсатқызы бәз-бая қалыпты өміріне қайта оралды. Сынақтың өзін шабытқа айналдырған продюсер әлі талай істі тындырарына сендіреді. Әдема Сейфулла, Рысбай Ақыш, Риве жаңалықтары.